Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгін мына Кобальттың катушкасының басындағы резинкасы мен свечасын ауыстырамыз. Себебі машина трайт етіп тұр, бір цилиндр істемей тұр ау деймін. Құдай қаласа солардың бәрін ауыстырып, қалай ауыстыратынын көрсетем. Қарап, үйреніп алыңыздар. Неге оларды ауыстырып жатыр деп ойласаңыздар, уже уақытысы да кеп қалды. Походу ауыстырам, егер тіпті одан болмай жатса, сол кезде барып диагностикаға түсіре салам. Қарап, бағасын беріп, подписать етіліп, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қоя отырыңыздар. Мына моторы дірілдеп тұр. Көрдіңіздер ме? Трайт етіп кәдімгідей. Тартар. Қалай ауыстыру керек екенін көрсетем. Свечаны шешу үшін мына біреуді осы 5 болтты шешеміз қазір. Міне, мынаны аштық. Тағы бір нәрсе айтып кетейін сіздерге. Арадан май ағады кейбір кобальттердің. Менде де макрейт етіп, енді қаттақпай жай ағып тұратын, көрдіңіз. Май болып тұр. Осының астында мына сальник бар. Мына сальник өзі әжептәуір теңге тұрады. 3.000 теңге ма, 2.500 теңге ма тұрады. Осыны ауыстырып жіберсеңіздер, арадан май ақпайтын болады. Осыны не болып қатып қалады, әбден ыстықтан ағаш құсап қалады. Сол кезде аласыздар да ауыстырып жібере саласыздар. Болды. Бір свеча дұрыс істемеген, шығып кеткен. Осыдан трайт еткені значит. Құдай қаласынан бәрін шешіп қойдық. Міне іштерінде свечалар тұр. Свечаны босатқанасын шықпай жатса, аны бүйтіп басасыз да, бүйтіп шығарып ала саласыз. Міне свеча шықты. Міне мынандай свеча сап жатырмын. Міне GM-нің өзінің свечасын сап жатырмын. Жылда почти осыны салам. 70 мың, 80 мың пробегтелерін новый свечаларды, GM-ский свечаларды салып қойдық. Қазір мынаның басындағы резинкелерін ауыстырамыз. Міне шығарып тастадым резинкаларын. Енді осы резинкасын саламыз. Осыдан обычно не істейді? Ток қашады да, сонымен машина трайт етеді. Осыдан деп ойлап отырмын. 4 свеча и осы 4 бәрінің басын алып тастадым. Мынада да басында жоқ. Анада да басында жоқ. 4 осында резинкесін басындағы катушканың и 4 свечаны ауыстырып жатырмын. Соны ауыстырасыздар, содан кейін трайт еткені қояды. Яғни свечадан ескіргеннен соң свеча ескіреді и мынау кәдімгі не ағаш құсап қалады. Сосын жан-жанынан ток қашады, содан кейін машина трайт етеді. Есінше осыны каждый 50 мың, 60 мың сайын ауыстырып тұрыңдар. Свеча екеуін. Мұны құдай қаласа ағайындар четкий істеп тұр. Трайт етпей әдемі болып. Қазір мотор жақты көрсетем. Болды. Идеальный таза істеп тұр. Таза істеп тұр. Уже вентилятор айналып тұр. Таза істеп тұр. Ешқандай трайт ету, ештеңе жоқ. Свеча ауысты, астындағы резинкасы ауысты. Осылай өздеріңіз ауыстыра берсеңіздер болады. Ұнаса лайк басып, подписать етіп қойыңыздар.